Сәлем YouTube қызығарлар, фильм қызығарлар. Бүгінгі кинотуындымыз Вивариум. Қысқаша баяндама жасайтын 21 стадия. Басты кейіпкер Джемма, бастауыш сынып мұғалімі, жұмыста қайтар тұста көлігіне жақындай бергенде серіктесі келіп үй туралы сұрайды. Қазір үй қымбаттап бара жатыр, ерте алып алғандарын жақсы дейді. Джемма келіскендей күй танытады. Ағаш түбінде кішкентай қыз өлі балапандарды көріп жылағысы келіп тұрады. Джемма қызды көріп жұбата бастайды. Я, сіздер білесіздер, көкек деген құс өз жұмыртқасын өзге ұяларға тастайды. Сәйкесінше ол ерте өсіп, басқа құстың балапандарын шеттеттіріп, лақтырып тастайды. Бұл да келесідей оқиға болатын. Табиғат заңдылығы, біз оған еш нәрсе жасай алмаймыз дейді. Осы тұста ағаш басынан Джемманың жігіті Том түседі. Ол бау-бақша қызметкері және ол өз құралдарымен балапандарды жерге көміп тастайды. Бұл сюжет бекерден бекер болған жоқ. Бәлки режиссер осы жерге екпін қойғысы келген болар. Бұдан кейін жұп жылжымайтын мүлік агенттігіне келеді. Өте біртүрлі риэлтормен Мартинмен танысады. Мартин оларға бас тарта алмайтындай ұсыныс тастайды. Үйді көрсету мақсатында жолға шығады. Оларға тиесілі үй шаған ауданда бірдей қылып салынған коттедж үйлердің бірі еді. Реттік номері 9. Мартин үй үшін көрсете бастайды. Сосын ауланы көрсетеді. Үй құрылысы жақсы, алайда көршілер жалпы айналада тірі жан жоқ болды. Джемма көршілер қашан келеді деген сол еді. Мартин де не көлігі де көзден ғайып болады. Есікті тарс жауып, Том мен Джемма үйден тұра қашады. Сырт көзге өзгеше көрінгендіктен ол жерге қала алмады. Джемма көлігін оталдырып шағын ауданнан шыққысы келеді. Дегенмен екі көше айналып, қайтадан 9-шы үйге келеді. Бірақ та үйдің есігі ашық тұрды. Шатасып кеткен Джемма қайтадан көлігіне отырады. Неге екені белгісіз, осы бір шағын ауданнан шыға алмады. Томның жүйкесі сыр беріп, рөлге өзінің отыруын сұрайды. Амалы қалмаған Джемма келіседі. Дегенмен ешқандай нәтиже жоқ. Том бар болғаны жанармай біткенше көлікті айналдырып жүрді. Ал тұрағы 9-шы үй еді. Джемма ұялы телефон желісінен ұстамайтынын байқады. Том көлік ішінде темекісін тұтандырады. Кеш түседі. Бір-біріне ұқсаған үйлер мен көшелер құдды бір лабиринт сияқты еді. Және ол солай болды. Шаршаған қос жұп ақыры үйге кіріп, тоңазытқышта тұрған құлпынай мен шампаннан дәм татады. Содан соң жатын бөлмеге жайғасады. Алайда тыныштыққа үйренбеген жастар біраз уақыттан кейін ұйықтайды. Таң атты. Том үй төбесіне шығып қараса, шынымен де үйлердің бәрі бір-біріне ұқсас. Джемма күн бақытымен жүре берейік, шетіне шетерміз дейді. Осылайша екеуі бір үйдің ауласынан екінші үйдің ауласына секіріп бүкіл күнін өткізеді. Кешке жақын әлсіреген қос жұп бір үйдің жарығын көреді. Дереу жетіп барса, сол баяғы 9-шы номерлі коттедж. Джемма сыртқа атып шығып, есік алдынан қорапты байқайды. Оны кім тастады деген сұрақпен жан-жаққа жүгіреді. Ешкімді таппады. Ал Том қорапты алып тұтандырып, үйді жағып жібереді. Біреу болмаса біреу өртті байқайды деген ниетпен. Қашықтар үйге қарама-қарсы отырып, отқа қарап, ұйықтап кетеді. Таңда алдарында тағы да бір қорап тұрды. Ішінде кішкентай сәби бар. Сыртындағы жазу болса, баланы өсіріңдер, сосын сендерді босатамыз делінген. Ал түнде өртенген коттедж таңда сол жап-жаңа болып тұр еді. Сәлден кейін үй төбесінде көмектесіңдер деген жазуды байқаймыз. Ұйқысынан оянған Томның қасына 7-8 жас шамасында бір түрлі бала келеді. Оның дауысы ересек адамдардікіндей. Бала Том мен Джемма әрекетін қайталайды. Дәл солардай сөйлейді. Жастар оған жеккөнішпен қарайды. Бала өзінің бойын өлшеуді талап етеді. Ол пайда болғаннан бері 98-ақ күн өтеді. Бірақ та ол қазірден үй ішінде шауып жүгіріп жүр. Бала Джемманы мама дей бергенде, жоқ, мен сенің анаң емеспін деп бетін қайтарып тастайды. Бір уақытта бала қатты шыңғырады. Табағына тамақ салып бергені сол еді, қоя салады. Том қоқыс шығарып көлікте отырады. Қасына Джемма жайғасады. Баладан ешқандай үміт жоқ екенін айтып, тіпті ол адамға жатпайтын шығар дейді. Джемма кофе ішуге кіреді. Том темекісін шегіп болып, талшығын балаға лақтырса, денесінен ұшып жерге түседі. Түскен жері жасанды шөбі күйіп қалып, құм бетін көреді. Десгіш құралын алып жерді қаза бастайды. Алайда жердің қабаты не сазға да, не топыраққа да ұқсамады. Күрек алып тағы да қаза түсті.
Кеш батқанда бала теледидардан ақ-қара түсті өрнектерді көретін. Джемма көлікте отыр, қасында Том бар. Бір кезде әуен қосылып, Джемма көлік шамын жағып, есік алдына билей бастайды. Том қосылады. Бала үлкендердің қимылын қайталап билейді. Том баланы қағып, бала басын тротуарға соғады. Том еш аяусыздықтан балаға бұрылып та қарамады. Джемма болса баланы бақылады. Дегенмен балаға дым да болмаған, тіпті ол жыламады да. Тұрып алып әуенсіз билей берді. Таң атты. Тағы да қарны аш бала айқайы. Том ашуланғаннан баланы көлікке қамап қояды. Бұл бала өлсе, бізді жібереді деген ниетпен. Жаны алаңдаулы Джемма баланы босатып, тамағын береді. Том жер қазуды күнделікті іске айналдырып алған. Оның үстіне жөтелі де күшейе бастайды. Түн ішінде теледидардан айқай-шудың дауысы естіледі. Бала тапжылмай отырып алады. Қаншалықты сөндіруге тырысқанмен, бала қайтадан сол ақ-қара өрнекті бейнелерді көре береді. Міне осы тұста сіз біздің бейнетаспамызды тоқтата отырып, фильмді толығымен көруіңізге болады. Себебі сонша уақыт дайындалған режиссерлік бейнені біз тек басын ашып саламыз. Мүмкін сол себепті де лүпіл басып арнаға тіркеліп қолдай отырғандарыңыз дұрыс болар. Жалғастырайық. Джемма таңда бала бөлмесіне кірсе, ешкім болмады. Баланы іздеп көшеге шығады, бірақ таппады. Кешке есік жанында бала қолында кітабымен келеді. Ішінде түсініксіз таңбалар мен суреттері бар. Джемма баланың қайда болғанын сұрайды. Бала болса, мен ойын ойлап таптым, басқа біреуге ұқсау керек деген. Бүгін кімге ұқсайсың дегенде, баланың бейнесі Джемманы қатты қорқытады, және ол баланың адам емес бір мақұлық екеніне көзі жетеді. Таң атты. Үстелде жасөспірім бала отыр. Тамақ берген Джемма Томнан аш қалдырып баланың көзін жояйық деген ойына қосылмағанына қазір қатты өкінеді. Том апанын әлі де қазуда, және жер астынан біртүрлі дауыстар шығады. Қазып келе жатып Том адам бас сүйегін тауып шошып кетеді. Джемма жас баланың ізіне түседі. Бір уақытта қалың тұман түсіп, көз жасып қалғанын түсінеді. Том деп айқайлайды, ал ол Джемманы табады. Том әлсіреген, жөтелі асқынған жерге жата қалады. Үйге кірейін десе, жас бала есікті кілттеп алған. Сол баяғы ақ-қаралы өрнекті бейнетаспасын көріп бақылап отыр. Амалсыздан көлікке отырғызады. Том шылымын шегіп, қалай танысқанын есіне алады, және сол жерде жан тапсырады. Есік алдында қорап тұр. Ішінде өлі денеге арналған герметикалық қапшық бар. Бала Томның денесін қаптап, өзі қазған апанға лақтыра салады. Көлікке қонған Джемма жас баланы тағы да аңдиды. Бұл жолы оны тоқтатып, тескіш құралмен басынан бір қояды. Ол шошынған күйде тротуарды көтеріп, басқа бір әлемге кіреді. Джемма құралын тротуарға қыстырып, жігіттің артынан кіреді. Сонда оның көргені бұл мақұлықтарды адам әлеміне дайындап жатырғаны. Бір уақытта Джемманы ол әлемнен шығарып тастайды. Жас бала келіп, бізге солай жазылған, сен қазір өлесің, мен жұмысқа аттанамын дейді де, Джемманы қапқа орап, апанға Томның қасына лақтырып көміп кетеді. Көлікке жанармай құйып, жоғарыда бұл сіздің мәңгілік үйіңіз деген жазуы бар баннер тұрғызылған шағын ауданнан шығып кетеді. Ал оның жұмысы фильм басында орын алған агенттікке барып, уақыты болған адамды қапқа орап, Мартин атты бейджигін алып көміп тастайды, және жаңа Мартин болып шыға келеді. Осымен шолу аяқталды. Лүпіл басып арнаға тіркеле өтіңіздер. Сіздердің көңіліңізден шығатын әртүрлі жобаларды дайындауға біз әрдайым тырысамыз.